Арыс қаласының әкімдігінде қоғамдық кеңестің кезекті отырысы өтті. Жиынға қала әкімі Гүлжан Құрманбекова, қоғамдық кеңес мүшелері, есеп беретін ауыл әкімі, тиісті мекеме бөлім басшылары мен бақ өкілдері қатысты. Күн тәртібінде 3 мәселе қаралып, жиын барысында талқыланды. Күн тәртібінде тұрған бірінші мәселе Арыс қалалық аумақтық инспекциясының 2023 жыл атқарған жұмыстары және 2024 жыл атқаратын жұмыстар мен жоспарлар жайында Арыс қалалық аумақтық инспекциясының басшысы Омарғали Жұманов баяндама жасады. Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі ветеринарлық бақылау және қадағалау комитетінің Арыс қалалық аумақтық инспекциясы 2023 жылдың 12 айында атқарған жұмыстар мынау дерекқор базасы малды бірлендіру бойынша мүйіздер қара малы 47.979 бас, уағы мал 455.720 бас, жылғы 29.718, түйе 5.758, шошқа 12 бас. Біз мынау ветеринарлық бақылау қадағалау жұмысымен айналысқан ішкі сауда объектісі де бізге қарайды. Ол ішкі сауда объектісіне аумақтық инспекциядан инспектор бекітілген. Мекеме басшысына жиын қатысушы мүшелер қаңғыбас иттер жайында сұрақ қойды. Айтуынша Арыс 1, Арыс 2 вокзалдары маңында қаңғыбас иттердің өріп жүргендігі тұрғындардың жүріп тұруына қауіп тудыруда дейді. Сондай-ақ қала әкімі де аумақтық инспекция мен ветеринариялық қызметке алдағы уақытта талап күшейетінін айтты. Қазіргі таңда 2 мекеме тізе қосып жұмыс істеуі керек деді. Күн тәртібіндегі екінші мәселе Ағдала ауылдық округі әкімінің 2024 жыл атқаратын жұмыстары туралы. Ағдала ауылдық округінің әкімі Тоқберген Байкеев баяндама оқыды. Жергілікті кіріске жеке тұлғалардан алынатын мүлік салығы бойынша жоспар 658 мың теңге болып бекітілді. Жеке тұлғалардың мүліктерінің салық төлемінің басталу мерзімі қаңтар айында басталып, қазан айында жоспарды толық орындау бекітілген. Жеке табыс салығы 1.910 мың теңге болып бекітілді. Салық төлемінің басталу мерзімі қаңтар айында басталып, қазан айында жоспарлы толық орындау бекітілген. Бірыңғай жер салығы 169 мың теңге болып бекітілді. Салық төлемінің басталу мерзімі қаңтар айында басталып, қазан айында жоспарды толық орындау бекітілген. Елді мекендер жерлеріне жеке тұлғалардан алынатын жер салығы бойынша жоспар 128 мың теңге. Жеке және заң тұлғалардың көлік құралдарынан салынатын салық 7.741 мың теңге болып жоспарланған. Сондай-ақ ауыл әкімінің баяндауынша Ағдала ауылдық округінде жұмыстары жүріп жатқан көрінеді. Яғни ауылды жарықтандыру, көшелерге асфальт немесе тас жол төсеу сынды жұмыстар атқарылғанын айтты. Келесі болып қатысушы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Арыс топтастырылған су жүйесі өндірістік бөлімшесінің басшысы Нұртай Ибраимов баяндама оқыды. Қоғамдық кеңес мүшелері қала халқының тарапынан қойылып жатқан үй ауласында жарылған су трубасын жөндеу немесе жарылған жағдайда кімге хабарласу, сонымен қатар стадион мөлтек ауданындағы ауызсу қысымының төмендігі мәселелері бойынша мекеме басшысынан жауап алынды. Жантөре Болысмұрат, Бағдат Қайратұлы, Арт ТВ жаңалықтары.